Қайырлы күн қыздар, бүгін торттың бетіне мастиканың көмегімен гүл жасаймыз. Мастиканы мен кондитерский магазиннен сатып аламын, және де осы мастикаларды бояуға арналған видео міндетті түрде түсіретін боламын. Енді мастиканы тура қамыр жайған сияқты ұн себу арқылы жұқа қылып жайып аласыз да, осындай дөңгелек форманың көмегімен мастикаңыздың барлығын кесіп шығасыз. Кесіп болғаннан кейін тағы да міндетті түрде бір жайып шығу керексіз, себебі жапырағыңыз өте жұқа болу керек. Қанша екенін санап алғаннан кейін тура сондай ортасына сізде гүлдің ортасын жасау керек. Оған мен қара түсті алдым, алдыңғы торттан қалған мастиканы пайдаландым. Кез келген түстегі мастиканы пайдалана берсеңіз болады. Енді гүлдің ортасын жасау үшін бірінші шеңбер жасап аласыз, дөңгелетіп аласыз барлық мастиканы, және де тек басын ғана пирамида сияқты үшкірлеп аласыз. Бұл формаңыз сіздің гүліңіздің жапырағынан розовый, көк түстердегі жапырақтардан үлкен болып кетпеу керек. Барлығын жасап болғаннан кейін енді кесенің түбіне кішкене ғана су құйып аласыз. Бұл су сізде клейдің орнында, яғни мастиканы жабыстыруға керек болады. Енді қара гүлге көк гүлді полностью жауып жабыстыруымыз керек. Ол үшін көк жапырағыңызды суға тек түбін ғана батырып аласыз да, түбін ғана осы гүлдің сабағына жабыстырасыз. Негізінде бұл ең бірінші жапырағыңыз, сізді қара гүліңіздің ортасындағы мастикаңызды көрсетпей полностью жауып тастау керексіз. Бірінші жапырағыңызды осылай жасайсыз. Екінші жапырақты аласыз да, тағы да тек түбін ғана сулап аласыз да, гүлге жабыстырасыз. Гүлдің аяқ жағына қарай жабыстырасыз, орап. Және де осындай кішкене ғана бөлігін қалдырып қоясыз, жабыстырмай. Оған үшінші жапырақты тоже сулап алып, қалдырып қойған жеріңізге осы үшінші жапырақты жасай орай отырып, гүлдің аяғына қарай жабыстырасыз. Тағы да кішкене ғана қалдырып, төртінші жапырақты алып, сулап, төртінші жапырағыңызды да гүлдің аяқ жағына қарай тек жабыстырасыз да, ашылмай қалған жерлерін қолдың көмегімен ашып, гүлді ашып сәнділей берсеңіз болады. Негізінде сіз қаншама көп жапырақ жасасаңыз, гүліңіз сондай көп болып ашыла береді, үлкен болады. Мен өзім кішкентай ғана гүл жасап, торттың бетіне кішкентай ғана розалар болған қаладым. Сондықтан да өте аз жапырақтан және кішкентай формада жасап отырмын. Дәл осылай мастикамен гүл жасау көп уақытыңызды алмайды, өте оңай. Мастикамен мастиканы түстерге бояу видеосын алдағы уақытта мен сіздерге көрсетемін. Ол да өте оңай. Мен мастиканы кондитерский магазиннен тек ақ түсті сатып аламын да, қалған түстерге мен өз қолыммен бояп керегінше пайдалана беремін. Мінекей қыздар, барлық гүлдерді аз уақыттың ішінде жасап болдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, жеуге болады. Алған тортты сатып алған немесе өзіңіздің жақындарыңызға жасаған болсаңыз, барлығына ұнайтын болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісіп сіздерді қуантатын боламын.